Бәрі түні Шағбан айының 15-ші күніне түсетін қасиетті түн. Араб тілінен аударғанда бараат сөзі тазарту дегенді білдіреді. Бараат күнәлардан тазарып, оттан құтылуға мүмкіндік беретін, дұғалар қабыл болатын, кері қайтарылмайтын берекелі түн. Бараат түні жайында Айша анамыз, одан Алла разы болсын, былай айтқан: Пайғамбарымыз, оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, бұл түннің не түн екенін білесің бе? Деп сұрады. Мен Алла және оның елшісі жақсы біледі деп жауап бердім. Сонда ол, оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, бұл Шағбан айының 15-ші түні. Алла тағала бұл түні құлдарына мейіріммен қарайды, кешірім іздеушілерге кешірім береді, кешірім сұраушыларға өзінің мейірімін төгеді. Бірақ жүрегінде ашу ызасы бар кісілерді мейірімсіз қалдырады. Олар зұлымдықтан арылмаса, оларды жарылқамайды да, деді. Сондай-ақ пайғамбарымыз, оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, Айша анамызға: Бұл түнде не болатынын білесің бе? Деді. Айша анамыз, одан Алла разы болсын, уа, Алла елшісі, бұл түнде не болады? Деді. Ол, оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, онда адам балаларының осы жылда туылатыны және осы жылы дүниеден өтетіндері жазылады. Онда олардың амалдары Алланың құзырына көтеріліп, ризықтары пенделеріне түседі, белгіленеді, деді. Пайғамбарымыз, оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, 5 түнді ұйықтамай құлшылықпен өткізген адам міндетті түрде жәннатқа кіреді. Олар тәруия, арапа, құрбан айт, ораза айт және Шағбанның 15-ші түндері деген. Бұл түндерді құлшылықпен ояу өткізу мұстахаб. Сондықтан мұндай істерді жалғыз өткізген жақсырақ. Фиқ ғалымдары қасиетті түндерде, мысалы бараат түнде мешітке жиналуды мәкрух санаған. Хасан ибн Аммар Шурумбулали, оны Алла рахмет етсін, бұл туралы жоғарыда айтылған және басқа да қасиетті түндерді арнайы ғибадатпен өткізу мақсатында мешітке жиналу. Өйткені пайғамбарымыз, оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын да, сахабалар да олай істемеген деп айтқан. Бараат түннің берекесіне қол жеткізу үшін ғалымдар төмендегі істерге мән беруді айтқан. Құптан мен таң намазын жамағат болып оқу. Пайғамбарымыз, оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, бұл түні көктердің есіктері ашылады, періштелер мұсылмандарға сүйінші айтады, ғибадатқа шақырады. Бараат түнде көп ғибадат жасаңдар, әйтпесе қияметте өкінесіңдер делінген. Ең алдымен біз парыз намаздарды оқу, сосын сүннет және мұстахаб ғибадаттарды орындау арқылы Құдайдың осы бұйрығына құлақ түргеніміз жөн. Құлшылық етуге шамасы келмесе, жоқ дегенде күнә істерден арылу. Пайғамбарымыз, оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, бұл түні мұсылман туысымен байланысын үзгендер, өзін жоғары санағандар және ата-анасына қарсы шыққандар кешірілмейді деген. Тәубе ету және истиғфар айтуға көңіл бөліп, түрлі бидғаттардан сақтану. Бұл түні мұсылман адам жыл бойы істеген істерін, өз өмірін бір ойлап көру керек. Егер өзінің іс-әрекеттерінде бір кемшілік бар екенін байқаса, Құдайдан кешірім сұрап, оны тез түзетуге тырысуы керек. Егер біреуді ренжіткен немесе біреуден араз болса, бір-бірінен кешірім сұрап, бауырлар секілді достасу керек. Егер біреуден қарыз алып, себепсіз қайтармай жүрген болса, дереу қарызын қайтару жолдарын қарастыру керек. Қайтсе де, жаратқан иемізге тәубе етіп, тура жолға түсуіміз қажет. Өзі және мұсылман үммет үшін қайырлы дұғалар жасау. Дұға ғибадаттың мәйегі. Алла тағала пендесіне әрдайым дұға жасауды бұйырады. Осы түні дұғалардың қабыл болуы әбден мүмкін. Ендеше әрбір мұсылман бұл түнді бағалай білуі керек. Бұл түні мүміннің жүрегінде өзге адамдарға деген ашу ызасы болмауы қажет, өзгелерді кешіріп, оларға жақсылық тілеуі тиіс. Шамасына қарай зікір айту, нәпіл намаз оқу, Құран тилауат ету. Бұл түнді зікірге арнаған өте жақсы. Әсіресе пайғамбарымызға, оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын, салауат айту. Тахажуд немесе басқа да нәпіл намаздарды оқу құпталады. Нәпіл намаз жамағатпен оқылмайды, әркім өзі жеке оқиды. Ал Құран оқу осы түні атқарылар пайдалы құлшылықтың түріне жатады. Мүмкіндік болса, Шағбан айының 15-ші күні ораза тұту. Пайғамбарымыз, оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, былай деген: Шағбан айының жартысы толғантылықпен өткізіңдер. Күндіз ораза ұстаңдар.
Өйткені Алла тағала күн ұясына батқан шақта кешірім тілеуші бар ма, кешірейін. Ризық сұраушы бар ма, ризық берейін. Ауру сырқауға ұшыраған бар ма, шипасын берейін деп таң шапағы атқанға дейін рахымын төгеді. Бұл күні ораза тұту мұстахаб. Ораза ұстамаған адам күнәһар болмайды. Бұл қасиетті түнде орындаған барша құлшылықтарымызды, дұға тілектерімізді Алла қабыл еткей. Барша күнәмізден тазартып, Рамазан айына аман есен жеткізгей. Әмин.